бұйрабас басында барлығы бұйрабасты кәдімгідей счеттан шығарып тастады. Барлығы менің командамды вообще аутсайдер қылып қойды. Өйткені енді ойлаңдаршы, командамызда бір челда 600 эло, бір челда 1200 эло. Екі адамда уже мясо ебаное. Екі адам. Я ар жағындағы үш чел кәдімгі хай эло игрок, бірақ КС это 5 адамдық ойын болған соң бізді любой 10-шы левел 2000-2400 жиналған стак көтімізді айырып алады да. И ойлаңдар, біз бірінші рет ойнаймыз, дайындалып жатқан кезде, тренировка жасап жатқан кезде бірінші рет ойын бастап көреміз. Faceit-қа кіреміз, әркім өз аккаунтымен. Faceit өзі былайнан average elo шығарып береді, средний элоны, и бізге қарсы 2400 түседі. Жігіттер бізді 13-те 3 жауып тастайды. Екінші түседі, 2200-2300 түседі. Олар тұратта 13-те 5 ба, короче, сухой жауып тастайды, көтімізді татаво айырады ғой. Үшінші, прикинь, 10 ойын подряд біз ұтыламыз ғой. Мен 3 кәдім, бұйрабас 0-13 болып жүр. Мен 3 килма бергем. Амония аны кімдер ұтылып атырық та, былай айтқан кезде, ана 5-еу бірге біздің көтімізді айырып атыр. Сосын, ебать, мен үмітім үзіліп кеткен ғой турнирға деген. Ебать, қалай ұтамыз деп, қалай ұтамыз. Турнирға дейін әлі 3 апта уақыт бар. И бір уақытта бір осознание келеді ғой, что жігіттер болды, біздің командамыз жиналып тұр. Біздің командамыз осындай 12.000 элоға тақалып тұр. Енді бізге тренировка жасау керек. Даник қайта Милфхандерге қандай тренировка істейміз, родной, не жасаймыз деп. Сомен не керек? Бізге айтады, күніне 4000 бот атасыңдар. Точка атасыңдар. Күніне, короче, 3-4 бот күніне атасыңдар. Точка атасыңдар. ДМ ойнайсыңдар. ДМ'да где-то 200 килл беру керек. И то хедшот 80-90% болу керек деп. И ойлаңдаршы, ебать, күнде, короче, бұйрабас екеуміз таңғы 7-де тұрамыз да, тренировка істейміз ғой, далбайып адамдар құсап, таңғы 7-де всегда таңғы 7-де дискордта бұйрабас екеуміз отырамыз ғой, бір-бірімізде тренировка істеп, сөйлесіп, осындай деп. Сонымен мақыл, типа ол механический нәрсе ғой, одан кейін командный ойынды дамыту керек. Бізге, біз всегда ойнайтын едік та, Фейсті ойнайтын едік та, ұтылсақ та ДМ-қа қарап отыратын едік. Фади, братан, сен осы жерде дұрыс емес істедің, сен мына жерде моликті дұрыс емес лақтырдың, смокты дұрыс емес шаптың, мына жерде тұрасың, опорниксің, сен мына жерде тұру керексің. Мен кеткен кезде сен КТ-да тұрасың, потом бұйрабасқа Элайджа үйретеді. Элайджа дәл сол нәрсені. Бұйрабас мына жерде тұр, Бекам мына жерде тұр, секіресің, моликті былай бересің, хайені былай бересің, туда, сюда. Короче, былай айтқан кезде біздің миымызға құяды ғой, короче, бүкіл информацияны, миымызға датаво құяды. Біз ана жерде вахуеміз бұйрабас екеуміз. Ебать, не уатыр шешесі. Не деген, мынандай нәрсені, блядь. Не айтып атыр өзі бұлар деп, басында түсінбейміз, колдарды вообще түсіне алмаймыз, аналардың айтып атқан не айтып атыр. Просто бір жерде тұрамыз, Потом жаймен екеуміз уже қосыла бастадық қой. Размен ойнап, чисто разменге ойнап бересің да. Мысалы, вот ямадан, питтан шығып атырық па, мен бит прицелді созбап кетем да. Элайджа такой қысқа пик жасайды, өлтіріп тастайды. А басында екеумізді қысқа пик жасайды да, бір линияға тұратын өліп қалатын. Ол дұрыс емес деп. Потом маған флешкаларды үйретті. Дастты көрген болсаңдар, за атаку мен флеш лақтырып отырдым. Тайрларға қарсы лонг ретек кезде, на наху лонг ретек флешкілер, зикқа флешкілер, на наху деп тәтелерін флешка лақтырып отырды. Закыты дасты тайрларға қарсы батяларың өзің несі бар, позициясы бар, фади деген позициямыз бар біздің. Сол жерде тұрады. Анау ямаға түсіп кететін кезше, питқа түсіп кететін. Лонгқа шыққанын қалап тұрасың, ар жақтан амония саған проход алып тұрады авикпен. Сен мына жақтан қарап тұрасың, и сонымен шешесі кейін сондай нәрселерді үйретті. Базар жоқ, пиздес, ойнадым, ебайт, сіктім деп айтпай ақ қойын. Бірақ өзімнің қалай айтсам болады, міндетімді атқардым, короче.
вот қалған барлығын солар жасады короче.